Сәлем қыздар, каналымызға қош келдіңіздер. Бүгінгі видеода біз шаш өрудің екі ерекше тәсілін көрсететін боламын. Видеода көрсетілгендей, бұл шаш үлгісін алдымен екі бөлікке бөліп аламыз. Бұл шаш үлгісін балабақшада баратын қыздарыңызға, мектеп оқитын қыздарыңызға жасасаңыздар керемет болады. Осы видеодағыдай шашын үш бөлікке бөліп, ортаңғы бөлігін жоғары шығарып, екі жандағы бөлігін астына жібереміз. Ары қарай кәдімгі үш өрім секілді өріп кете береміз, тек қана жанынан қосып отырамыз. Бұл жерде ең маңыздысы, әр қосылған бөлшекті бірдей көлемде қоссаңыздар болғаны, сонда шаштарыңыз әдемі көрінеді. Тартып тұрып өреміз. Видеода бәрі анық көрініп тұр. Мінекей осылайынан шаштарымызды екі жанынан қоса өреміз. Ортаңғы бөлігіне келгенде осылай шаш қалың болғандықтан жоғары қарай лақтыра отырып өрсеңіздер болады. Сонда қолдарыңызда тұрған шаш шатасып кетпейді. Шашты өріп болған соң шашты соңына мектеп оқушыларына бантик тақсаңыздар да әдемі көрінеді. Және осы видеодағыдай шаштың екі ұшы жағынан тартып шашқа көлем береміз. Сонда шашымыз қалың, әдемі көрінетін болады. Мінекей шаштың екінші бөлігінде өріп болдық. Бұл бөлігіне де осылай көлем береміз. Міне Аяла қызымыздың шашын өріп болдық. Сіздерге қалай ұнады ма? Ұнаса лайк, подписка жасап қолдап кетіңіздер. Бұл видеода мен шашты тақия секілді өруді көрсететін боламын. Шашты ортасынан домалақ етіп бөліп аламыз. Домалақ етіп бөлінген шашты көлемді резинкамен буамыз. Шаш өруді бастың құлақ жағынан бастағаныңыз жөн. Резинкаға болмаған шетінен екі тал шаш аламыз. Резинкаға болған бөліктен бір тал шаш аламыз. Және де үш тал шашты қосып өреміз. Үш тал өрім ұқсатып, жандағы шаштардан қосып өріп кете береміз. Осылайша өрімімізді толық дөңгелек етіп өріп кете береміз. Әр шаштың алынған бөлшегінің көлемдері бірдей болғаны өте маңызды. Мінекей видеода көріп тұрғаныңыздай, бұл өте ерекше өрім.
Мінекей айналдыра өріп болдық. Шаш ұшына дейін өріп, шашымызға кішкентай резинка тағамыз. Мінекей осылайынан ұзын болып қалған шашымызды шаштың ішкі бөлігіне тығып жібереміз, және де кез келген әдемі әшекей заколкалар тағып қойсаңыз болады, кейінірек түсіп кетпес үшін. Міне біздің ерекше екінші шаш үлгіміз аяқталды. Сіздерге қалай ұнады ма? Видеомыз ұнаса қолдап лайк, комментарий жазып кетіңіз, және де бізге подписация етуді ұмытпаңыз.